Өздеріңіз білетіндей Миртока достар, менде бүгін сіздер көп күткен дара обложкасынан біліп тұрған шығарсыздар. Бұл әрине қалалық келін достар. Басыма жатырып тіркеліп лайк басып ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Ал міне ауылға да келдік. Иә. О, міне менің абысыным келді. Қалайсыңдар? Міне келіндер келді. Опа. Ой, қалайсыңдар? Айналайын, қалайсыңдар? Ойбай, қалайсыңдар? Бәрі жақсы ма сендерде? Балам, неге көп ауылға келмей кеттің? Бұрында көп келетінсің. Жұмыс үй болып қалды. Сәлеметсіз түспей алмай кіре берейін. Масқара, мынау сәлем беруді білмей ме? Мынау сәлем беруді білмей ме? Сәлем берсе осылай. Ой, сәлем бердік. Құдай сақтасын. Немене қаладан келіп үйрен қалғансыңдар ма? Енді ұмытпайтын боламын. Ұмытпай жүр. Мен кімге қарайым? Ей, бағилы барып мына келін үйлерімен таныстыр, білмейді ғой, бірінші рет кеп тұр. Жарайды қазір, жүр. Иә, тоқтаңдар, мен де барам. Масқара, сәлем беру білмейді. Міне өздерің білетіндей осындай баяғы үй, бірақ мен білетін өзгеріп тастағанбыз. Иә, нормально екен. Иә, міне осындай. Сенің басындағы орамал қайда? Қандай орамал? Бізде ауылда орамалмен жүреді. Жарайды, мен кете берейін. Басына орамал тағып, үстіне ашық киінбей. Бізде ондай жоқ қалады. Жарайды, жүр, тағы да көрсетейін кухнямыз. Міне осындай жерлеріміз бар. Сен қазір киімдерін орналастыр, мен қазір саған жабық киімің не берем орамал. А то апам хоть сен ашық киіміңді білмейді, чемоданың жауып тұр. А то апам өлтіретін еді. Жарайды, бар, сен ауыстыр кел. Жарайды қазір. Өлін төсегім. Тойын айқенді қашан күн боламыз? Бір айда, или 2 айда, немесе аптада боламыз. Фу, насасыған қора сондай жерлерде жүре алмаймын мен. Тез қайтайық үйге. Иә, 10 күннен қайтамыз. Осы айтпайсың ба? Жарайды. Немене соншама толтырып косметика салғансың? Керекті еді бетке уходка. Таксы, мен мұнда қоям бұларды. Аяқтың андай орамал тағу дегендер мен түсінбеймін ғой. Ауылда енді бізде сондаймыз енді. Келіндер басына орамал тағып жүреді. Бізде ондай емес қалада, я? Енді қаланың өзі ерекше ғой басқа. Бірақ, я. Өзіміздің қаламызға ештеңке жетпейді. Келісемін. Жарайды. Жарайды, мен қазір киімді ауыстыр келейін. Так. Ей, Сабина, бер кел. Иә, қазір. Не болып қалды? Менеке, осыны киіп ал. Сіз қалжыңдап тұрған жоқсыз ба? Несі қалжың? Бар, киіп келтесіз. Жарайды қазір. Ойбай, қандай киім? Қандай киім? Түсінбедім. Жарайды енді. Той. Не? Міне, әп-әйбәт болып келдің.
Сізді мен әпше дей берсем бола ма? Әрине болады. Жүр енді тез барып продукт алып келсін. Жарайды. Иә, жүр. Ой, құрсын. Кеттік, жүгірейік. Иә. Әй, келін. Келін қайда? Ау, апа. Тамақ істедің бе? Қазір дүкенге барып келген, сосын істе магазинге дегендей. Иә, тез барып кел. Тамақ істе, уже обед уақыты болды. Аха. Енді Бағила, сен маған қарағанына көп рахмет, келінім. Оқасы жоқ, апа. Енді бір күн болса да үйге қондың, бізге қарадың. Мінекей біздің келініміз де келді. Енді 2 күн бола тұр. Келінге бәрін үйретіп, кішкене не істеу керектігін үйрет. Сосын ары қарай өзің күйеуіңе, балаларыңа барасың ғой. Жарайды, апа. Бірақ мен сіздерге қатты барбас қалдым. Қой құрсын. Өзің балаларыңа бар, өзің балаларың бар, күйеуің бар, оларға да қарау керек. Иә, бірақ. Иә, қызым, сөйте ғой. Келін келді ғой, үйренеді өзі бәрін. Немесе осы келіп тұрасың бізге қарай. Жарайды, апа, айтқаныңыз болсын. Иә, жарайды. Ой, мына жақта да свет ұстамады екен ғой, не интернеттері жоқ. Сторис қалай салам енді мен? Әпше, мен келдім. Ой, Сабина кеп кепті, мен қазір барайын. Иә, не алып келдің? Үйге керекті заттың бәрін алып келдім. Не болды? Сіздердің үйлеріңізде свет жоқ па, яғни интернет дегендей? Ол не бәле тағы? Wi-Fi. Ондай бізде жоқ қой. Бар болса айтпайын ба? Кіргіз бермейін ба сені? Жұмыртқа кепсін, жарайсың, сөт әрине. Так. Біледі екенсің ғой үйге не керектігін? Бәрекелді, міне біздің холодильнигімізді толып қалды. Неге доставка заказ бере салмаймыз? Құдай-ай, не айтып тұрсың? Не бәле ол? Пицца, суши, донер деген заттар заказ бере салайық та. Тегін келеді доставкасы, және ол өте дәмді. Біз күнде береміз ғой Алматыдан. Сендердің доставка мәселелеріңді білмеймін. Тамақ істейік, міне тәттінің де рецебі бар, басқаның да рецебі бар. Содан қарап істе, либо екеуміз бірге істейміз. Ондай білмейсіздер ма? Соттың істі, кел тамақ істейміз бірге. Жарайды. Так, бірінші жұмыртқа ал. Так, ет керек ба? Иә, ал. Қанша? 5 ал. Так, осы. Все алды, потом. Сосын жұмыртқа ал бір. Енді осы екеуін сковородкаға пісірамыз. Так, сковородканы қос. Енді мына екеуін бірге жарып, қосасын. Сосын. Мінекей тамағымыз дайын болды. Енді неге саламыз? Кесеге саламыз. Ой, иісі күшті шығып жатыр. Шығатты енді иісі күшті. Бірінші рет пісіріп тұрсын ба? Иә, өмірімде пісіріп көрмегенмін. Ой. Сөйтіп үйреніп кетесің ғой. Мен не басын сондай болғам. Тағы бір кесе аласаш. Қазір. Енді шайды өзің құялатын шығарсың, е? Иә, не құяламын. Бірақ толтырмай құясың, білесің бе? Жарайды. Жарайды, бар, апамдарды тамаққа шақырып кел. Жарайды. Жүріңіздер, тамаққа шақырып жатыр сіздерді. Жүріңіздер. Ой, мені. Бәсе, іш шығып жатыр, жүріңдер. Ал, ас болсын, жүріңіздер, қазір сіздерге шай құйып беремін. Келіннің қолынан енді тамақ жейін деп тұр қой.
Осы күнді армандадым. Маған шай қойшы. Иә, каз. Сіздерге шай құяйын. Мәніз. Ой, рахмет қызым менің. Енді неке шай ішіп отырыңыздар. Ой, айналайын, бақытты бол. Такс. Ал, бисмилля. Дәмі екен. Ал, мен көрейін. Ой, не деген керемет. Сабина, бері келші. Е, қазір. Не болып қалды? Кішкене тұзын көп салып жібергенсің ба бірдеңке? Бірақ апамдар ұнады ғой. Ұнаған емес. Қазір тамақтың дәмін саған айтады. Керемет па, керемет емес па? Ой. Мен байқатпай көп салып жіберген едім. Жарайды, енді жүр. Не болды екен? Біз келдік. Ал, келін. Тамағыңа қазір сенің бал қоямын. Сенің тамағың. Тоқта, шайыңды ішіп көрейік. Өте керемет. Ей, атасы не айтасың? Иә, қызым, өте керемет. Шын ба? Иә, қызым. Бірден қаладан келіп үйрен кеттің ғой? Иә. Ой, қазір біз тойға шақырып жатыр. Иә, тойға баруымыз керек. Қазір киімдеріңізді өтікке қойайын ба? Ой, бұл бізде өтік жоқ қой. Ой. Бұлай бара береміз қазір. Нормально киіміз кие саламыз, иә. Жарайды, мен кеттім. Ұлдармен кішкене жүргелем. Сау бол. Ал, енді саған ауланы тазартып үйретейін. Ато мен кеткенде жаман болады. Саған ешкім үйретпейді. Тағы қандай жұмыс? Жүр, шық, көресің. Жарайды. Ал, біз келдік. Ой, кеттік дегенде? Иә, біз кеттік. Үйді тап-таза істеп, жинап қойыңдар. Бағила, сен кете бересің-ау деймін. Келін өз істейді. Жоқ, өзім көмектесе салам Сабинаға. Иә, потом жұмыстарың біткен соң Бағила сен үйіңе қайт. Жарайды. Біз жарайды кеттік, көп уақыттарыңды алмайық. Үйді айнада қойып жинап қойыңдар. Келін, саған қараймын, түсінің бе? Осыдан үйді шан-шан болып тұрсың, тура бар ғой быт-шытын шығарам. Жарайды, түсінікті. Иә, ашық киінуіңді қой. Жарайды, біз кеттік. Апам неге мені жақтыртпайды? Ой, олай мән бермей қой. Мен де бұрында қаладан келгенде ашық-шашық киініп жүргем. Сол кезде маған ұрысқан қатты прям. Сөйтіп бір 5 күндей ұнатпай жүрді. Сосын көңілінен шығып тырысу керек. Ең бастысы тырысып нету керек қой. Барынша көңілінен шығып. Ал не істеу керек? Мысалы достар, бірінші сериясын болса, екінші сериясын күтіңіздер. Всем пока!